Бақыттың тұрағы. Бір күні Қыдыр ата жолаушылап келе жатып Бақытты кездеседі. Ей, Бақыт, мен ел ішін аралаймын, пенденің тілегін Құдайға жеткізем. Бірақ қай үйге кірсем де жұрттың бәрі Бақыт кірсін, бақытты болайық, Бақыт қайдасың деп іздеп жатады. Жаббарқақ сені адамға серік болсын, өміріне көрік болсын деп жаратты. Шиш пайғамбар алғаш үй салғанда төріне жайғасып едің. Ел жұрт ат аунаған жерде түк қалады, қонақ отырған жерде құт қалады деп, саған қол жеткізу үшін қонақ шақырып, мейман күтуге таласатын еді. Бірақ өмірде бақытты жандар да көп, бақытсыз бейбақтар да жетерлік. Сен әркімнің қолына түсе бермейтін бір ғайып құсы сияқтысың. Тұрағыңды айтшы жарқыным, кімдерге қонасың, кімдерге бұйырмай кетіп қаласың дейді. Сол кезде Бақыт Қыдырға былай дейді: сұрағың орынды, Қыдыр баба, деп әдеппен тағзым етеді. Мен ең алдымен ісінің берекесі жоқ, сөзінің келекесі көп адамға дарымаймын. Ата-анасын сыйламайтын, оларға қызмет қылып, жандарын қинамайтын надандармен де жұлдызым қарсы. Есірік ұл мен кесапат қыздан, ата-енесін күтпеген келіннен 60 қадам аулақ жүрем. Әсіресе Тәңірісіне зікір айтпайтын, иманын дұшпаннан қорымайтын, көрші ақсын жеуден қорықпайтын жандармен Құдай жолында түйістірмесін деп күніне сан мәрте дұға қыламын дейді. Қыдыр ата тағы да: ал қайда тұрақтайсың? Кімнің шаңырағына шаттық бітіресің? Кімнің басына бақ болып бітесің деп сұрайды. Сол кезде Бақыт іркілместен: менің ең жақсы көретінім ата-анасына құрақ ұшып қызмет ететін, бірлік пен ынтымақты ырыс деп ұғатын жандар. Өзгені күндеуден, кісіні мінеуден аулақ момындарды іздеп жүрем. Тәңірдің есімін жаттаған, адалдан басқа татпаған ақжүрек жандармен жылдам жоқсам, сахар тұрып сәресі ішіп, ораза ұстайтын тақуамен тез тіл тапсам, бейбітшілік пен берекені ту еткен кісілермен тіл қатыспай ұғсам деген екен. Қыдыр ата шаттанып: ендеше сен қонған жанға мен де даримын дейді. Бақ қонып Қыдыр дарысын деген сөз осыдан шыққан екен деседі.